Көз аурулар психосоматикасы, астигматизм, алыстан көрмеу дальнозоркость, косоглазие көздің қылилануы, жақыннан көрмеу близорукость. Бұл видеоны мұқият көріңіз, әр аурудың себебін ашып айтамыз. Нақты ГНМ бойынша алынған мәлімет. Луиза Хей, Синельников, Вильма, тағы да басқа бұрынғы авторлардың мәліметі емес, ғылыми дәлелі бар ГНМ. Германская новая медицина методы. Дирк Хаммер ашқан бағыт. Дайын болсаңыздар, бастайық. Денсаулық бұл зор байлық. 21 ғасырда аурудың емінен аурудың саны көп. Ғаламторды ашсаң болды, түрлі диагноз, сұрақ, ем іздеген халық. 90% ауру ол психосоматикадан. Стресс, қорқыныш, сенімсіздік, тағы да басқа психологиялық факторлардан тұрады. Дерттің мағынасын, неден пайда болған білу, себебін ашу ол шипаның бірінші қадамы. Астигматизм ішкі өмір сүріп жатқан әлемің сыртта болып жатқан өміріңе сәйкес емес. Адамнан көңіл қалуың, көрместей болып кетейін сені деген ой болған, жанға батқан ситуациялар. Косоглазия көздің қыли болуы, қатты қорқыныштан туады. Сен қарағың келмейді, қорқасың, бірақ сол ситуацияға адамға қарауға мәжбүрсің. Сондай психологиялық конфликттан туатын ауру. Дальнозоркость, алыстан көрмеу, болашақты анық көрмеу. Алдағы келер болашағыңа адамға деген сенімсіздіктен туатын ауру. Жақыннан көрмеу, близорукость. Оның өзі екі түрге бөлінеді. Біріншісі роговицаның дистрофиясынан пайда болған, басқаша айтқанда кератоконус. Екінші көздің қиғаш бұлшық етінен пайда болған. Бірінші жағдайды психосоматикасы роговицаның дистрофиясынан пайда болған. Қатты визуалды ажырау конфликті. Мысалы, ажырасу, адамның о дүниеге кетуі, қарым-қатынас бұзылу. Жақын адамыңды көз алдыңнан жоғалту деген мағына. Жаны саудың тәні сау. Тағы да естеріңізге салайын. Бойыңыздағы дерттің мағынасын түсінгенде, іштей өзіңізге жауап тапқандай боласыз. Бұл сауығудың бірінші этапы. Психосоматика психологияның мән мағынасы үлкен бағытының бірі. Қазақ тілді психологияны бірге дамытайық. Каналға тіркел. Комментарийге керек тақырыбыңды жаз. Келесі видео мүмкін сенің тақырыбыңа жасаймын.